Сонымен тыңдауға келмейтін болдыңдар ма? Қоғамдық тыңдау өткізбейтін болдыңдар ма? Өткізбейтін болдыңдар ма деймін. Кім? Қоғамдық тыңдау өткізбейсіңдер ма? Жоқ, тұра тұр. Сіз қанша собрание қанша? Вот бастап мен өзім Қоғамдық тыңдауға келмейтін болдыңдар ма? Сұрақ қой. Қоғамның алдына тыңдауға жасайсыңдар ма, жасамайсыңдар ма? Тарих бекітілді. Бекітілген дұрыс емес, бекітілді. Халықтың сыртынан томшылып кетті. Тарих бекітілді. Енді оның расчеттарын өздеріңізге қолдарыңызға берілді. Жоқ, олай керек емес. Бізге алдына келіп тыңдау өткізуге міндеттісіңдер ғой. Сол бойынша енді халық наоборот қазір дейтін біз осы жасалып жатқан қызметтің сапасын арттыру үшін. Жоқ, дұрыс емес. Біздер Жоқ, сұрақ қойып отырған сұраққа нақты жауап керек қой. Неге ауытқып отырсыз? Сұрақ болды ғой мына жақтан сізге қоғамдық Тыңдау жасайсыз ба, жасамайсыз ба? Соны сұрап тұрмын. тарих бекітіліп кетті. Оны көріп отырмыз өздерің бекіткенді. Неге халықтың сыртынан неге томпыштыңдар, неге халыққа тыңдау өткізбедіңдер? Мердігер мекемелердің өкілдері халықпен түсіндірме жұмыстарын. Жоқ, сіздер депутаттар мен халықтың арасы. Жоқ, мүмкін емес. Мына Арухан апа естімей қалып, басқа халықтар. Жоқ, сіз депутатсыз, халықтың алдына келіп тыңдау неге өткізбедіңіз? Собраниеда болдық, айттық қанша рет. Тұршы, сіз депутаттар сұрап отырсыз. жүргізді. Жоқ, сіздер депутаттар халықтың алдына келіп тыңдау өткізесіңдер ме? Қашан өткізесіңдер? Сол. Мусордың бағасы Мусордың бағасы бойынша мусордың бағасы бекітіліп кетті, өткізілмейді енді. Міне, көрдіңіз, записте бар. Мен осыны министерствоға жібереміз. Біздің сыртымыздан томпышып жатыр. Біздер енді осыған қол жинап, осындай халықты менсінбейтін депутаттар бізге керек емес. Сол үшін қол жинап алып тастауға атсалысамыз. Екінші арыз бойынша сұрағым. Заңды құқығын пайдаланамын.